Қайырлы күн қыздар. Бүгін дастарханның көркін ашатын дәмді рулет дайындаймыз. Бір жасағаннан шығатын рулет жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Рулетті дайындау үшін бізге сыр, жұмыртқа, манный крупа, майонез немесе қаймақ, сары түсті краситель қажет. Теркіден сырымызды өткізіп аламыз. Үстіне жұмыртқаны қосамыз, манный крупаны, майонезді қосып, сары түсті красителімізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Жақсылап барлығын араластырамыз. Массамыздағы қоспаның барлығы бірігуі қажет. Барлық қосқан ингредиенттердің мөлшері төменде описаниеде жазулы тұрады. Дайын болған массаны пештің қалбына пергаментный бумаганы төсеп, массамызды саламыз. Біркелкі етіп жайып шығып, 170-180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Омлетіміз пісті, пештен алып, ыстықтай ораймыз. Егерде салқындап кетсе, өзінің формасын ұстамайтын болады, сондықтан ыстықтай күйінде орап, жылы жерге қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сиыр етінен фарш қажет, бір пияз, татымына қарай тұз бұрыш қосып, майда қуырып аламыз. Омлетімізді пергаментный бумагіден фольгаға ауыстырамыз. Ыстықтай салмамызды салып, бетіне біркелкі етіп орналастырамыз. Рулетімізді нығыздап орап шығамыз. Рулетті фольгамен тығыздап орап, екі ұшын конфеттейміз. Салқын жерге 30-35 минут қойып алып, уақыт өткеннен кейін рулетті кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Егер ұнаса лүпіл басып, каналыма тіркеліңіздер.